Қайырлы күн баршаңызға. Асқабақпен кереметте тіске басар немесе таңғы ас дейсіздер ма? Алдағы уақытта ораза айында осындай сәресіне немесе ауызашарға дайындап берсеңіздер, өте тойымды әрі сондай бір дәмді болып шығады екен. Бір жасап көріңіздер, витаминдерге толы сондай бір тойымды асқабақтан лепешка дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм асқабақ күштен өткізіп аламыз да, 2 жұмыртқа, 170 грамм айран қосамыз. Оның үстіне 100 грамм күштен өткізілген сыр, кез келген сыр бола береді. 100 грамм ұнды елеп аламыз. 100 грамм ұнды қосамыз. Оның үстіне қара бұрыш, қаласаңыздар өздеріңіз ұнатқан приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Мен кепкен укропты қостым. Сосын 1 шай қасықта разрыхлитель қосамыз. Тұз қосуды ұмытпаңыздар. Мінекей, мен жарты ас қасықта тұз қостым дәл осы массаға. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Бір массаға келгенге дейін жақсылап араластырып алған соң, қызып тұрған табаға аздап қана май жағып шығып, 1-2-3 ас қасықтан салып, осындай жұқалатып жайып, екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Бетіне өздеріңіз қалағандай кез келген жаңақты қолдансаңыздар болады. Мен осындай жаңақты майдалап қосып жібердім. Асқабақтың дәнін қоссаңыздар да болады. Мінекей, бір жағы піскен соң тарелканы қойып, осылай аударып аламыз. Мінекей, осылай қызарып пісіп шықты. Енді екінші бетінде пісіру үшін бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Қатты қоймаңыздар, күйіп кетуі мүмкін, сол үшін баяу отта пісіріп алыңыздар. Мінекей, біздің таңғы асымыз дайын болды, қараңыздар. Өте тойымды әрі пайдалы, витаминге толы ас болсын.